индустриалды техникалық колледжімізде керемет кеш, яғни біздің осы кәсіптік білім саласында, яғни колледжімізде көп жылдар бойы қызмет атқарған, яғни Мамраева Гүлсағат апайымыз, Қосдәулетова Ғалия апайымыз, Омар Жұман ағайымыз, және де Сәрсенбаев Мадияр апай ағайларымыз мені зейнет жасқа жетіп, яғни бейнеттен зейнетке атты мерекелік кешімізге қош келіпсіздер. Бойынша алда жылда ұзақ жылдар бойы атап еңбек етіп, саласында ғана емес, жас қаржы саласында жұмыс жасап, Ханса Қосдәулетов Түркістан техник елге оралған соң оқуын жалғастырып, үлкен зауытта қарапайым жұмысшы өзгерістер сіздерді мақтау қажет жоқ, сіздермен біз мақтанып өтейік. Елдің қанша жыл өтіп жатса да, мынандай тарихи етіп бізге жазылып жатқан кезде осындай кісілермен біз әріптес болғанбыз деп менен бастап аға буын бар, артымыздан өнер сіңлілеріміз, қарындастарымыз барлығы да мақтаныш қыла берсін, осындай төрт торғанда бірге жұмыс атқардық деп. Арманы осындай бейнетімнің рахатын көрейін, зейнеткерлікке шығайын, осындай әдемі абыроймен, әдемі бір жолдастарымның көңілімен сый сапатқа бөленіп, жақсы бір көңілмен зейнеткерлікке шығу бұл екінің қызықта тойды кеше біледі, мына өзі болған ұл-қыздарымыздың рахатын көруге нәсіп етсін. Осы жас кездеріңізде, жақсы күндеріңізде көңілді жүріңіздер. Төрт зейнеткерлікке шығып отқан Гүлсағат апайымыз, Ғалия апайымыз, Жұман ағайымыз бен Мадияр ағайымыздың керемет бір қаншама жылдар армандаған күні. Жұмыс жылдан бері жұмыс жасап келатырмыз, біріміз уақыт болсақ, біріміз өндіріс шебері болып жұмыс жасадық. Еліміз мерекелерімізде ұзарбайды. біздің ұлағатты ұстаздарымыз мынау өздерінің бейнеттен зейнетке деген бүгінгі кештерін өткізіп жатырмыз. Құтты болсын, бейнеттеріңіздің зейнетін көріңіздер. Ұлағатты ұстаз ретінде сіздер бірнеше буын шәкірт тәрбиеледіңіздер. Өздеріңіздің барлық саналы ғұмырларыңызды осы жас буын жастардың болашағына арнадыңыздар. Бұл кісінің папасы бізге сабақ берген осында. Қанша Қосдәулетов ағайымыз, қаншама жыл үлкен еңбегі бар, өсірілген әуле көп балалы. Бай бақытты болыңыздар. Bir günde жұмысқа кіргенбіз, сосын кейін барып ойлағанбыз ғой, бір күнде шығамыз деп. Сөйтсем мәкең жап-жас көрінеді, сөйтсем менен үлкен екен бұл бір жігіт. Адал еңбек жолын өттіңіздер. Байқаласа енді жаңағы екінші часть деп жатыр ғой, демалыс Құдай бұйырсын. Балдарыңыз сіздерге тек жақсылық, рахат көрсетсін. Biz 63 жаста ешкім бермейді, спортсмен. Шынымен мен Мадияр айтқан есін айтпақшы, 63 деп ойламаппын. Осы зейнеткерлік байқаудан бастап таңғалудамын. Жұман ағай бәріміз білеміз, спорт десе бірінші барып тұрып алатын, ойнайтын, соның бәрін пайдасын жас көресіздер. Всегда отметить, что 61 жаста шығып жатыр, 58 жаста емес. Когда мы говорим колледж, мы подразумеваем Галию и Гүлсағат. А когда мы говорим Гүлсағат и Галия, подразумеваем колледж.
ұстаздық ол үлкен жол. Сол жолда атқарған еңбектеріңіз ұшан теңіз, әрбір шәкірттің жүрегіне жарық болып жаға беріңіздер. Әрбір жас мамандардың шетелдеп өздеріңіздің тәжірибелеріңізбен бөлісіп, әрқайсысына шақ бола беріңіздер. Тамаша күніңізбен құттықтаймыз. Біз сізге әуелетіп ән арнаймыз. Зейнеткер жасқа міне жетіп қапсыз. Құттықтап тілектерді. Әнеке, мені құрдастарым шығып әнеке, зейнет yaşlarınız құтлы болсын, өмір yaşlarınız ұзақ болсын, өсіретін пәрзатыңыз рахатыны көріңіздер. Осындай yaxshi kunlar hammalaringizga nasib aylasin. Sizlerге тек қана жақсылық тілеймін. Зейнеттің бейнетін көре беріңіздер. Осы кісілер зейнетке шығып жатыр екен, барлығыңызды құттықтаймын. Сіздер құрметті қонақтар, барлықтарыңызға рахмет. Бүгінгі күннің ыстығына қарамастан шын жүректен құттықтап, біздің ата-аналарымыздың осындай зейнеткерлік қоштасу кешін ұйымдастырып, соған қонақ болып атсалысып жатқан барлық азаматтарға, азаматшаларға алғысымызды білдіреміз. Жаңа этапқа басқан қадамдарыңызға Құдай құт берсін, береке берсін. Айтады ғой, сіздермен біз қоштаспаймыз, біз сіздермен көріскенше дейміз. Неге? Өйткені колледжден адам кеткенмен адамнан колледж кетпейді дейді. Оған дәлел көріп жүрміз. Жыл сайын Бекмурзин Сұлтан ағайымызды көріп тұрамыз, постоянно Нұрмахат ағайымызды көріп тұрамыз. Барлықтарыңызға сіздерге денсаулық тілеймін. Апайларды бәрі танитын. Менен бұл кісілерге қанша сөз айтсаңыздар да теңеу жетпейді. Өйткені қанша баланы тәрбиелеп, оқытып, олардың бәрін ұшырып. Үлкен рахмет, ой болса. Апайыңыздар. Келсеңіздер. Өз артынан сізге Құда қаласа осындай әдемі зейнеткерлік бұйырып. Қоштасу уақыттың жеткеніме, сынаптай сағаттың өткеніме, ұстаздар зейнет жас құтты болсын, бақытын қонысқан бөктерінде. 40 жыл Бертуктың колледжіме, әрқашан қамқор боп шәкірттерге. Ұстазым жасыңыз құтты болсын, Бол ізбасар жастарыңа, ашықтық тілеймін аспаныңа. Жаратқан нұрланған ғұмыр берсін, бақыт құс кеп қонсын бастарыңа. Қоштасқым келмейді әріптеспен, уақыттың талабы қатал әттең. Шығарып салайық ұстаздарды шапалақпен. Қимай тұрмыз, өзімізге. Сыйлай тұрмыз,
барлықтарыңызға денсаулық сау болсын. Баршаларыңызға оңай жүре беріңіздер. Әрдайым жолдарыңыз аш, тірліктер оңды бола берсін. Сіздерді жетіп етіңіздер осы қызметкерлікке. Жақсы. Барлығына рахмет деймін. Құрметті ұжымдастар, мен өз басым осындай ұжым коллективте жұмыс істеп бетке шығып жатқаныма өте қуаныштымын. Аллаға шүкір, сіздерге рахмет. Қымбатты әрі құрметті қадірлі ұжымдастар, керемет кездесу кеш болып жатыр. Керемет әңгімелеріне, тілектеріне ризамын. Бәрі Алланың құлағына шалына берсін. Шүкіршілік айтамыз. Осындай жасқа жетіп, осы бір ұжымда жұмыс істеп, осындай өзімізден кейінгі ұлдарымыз, қыздарымызбен жасса, құрдастарымыздың барына шүкір. Мына жастардан көп нәрсе үйренуге болады деп қоямыз. Енді көңіліміз толып тұр, енді ол деген нәрсе. Мен біріншіден осынша нәрсенің бәрін ұйымдастырып жатқан басшылыққа, атсалысып жатқан барша ұжымдастарыма, Айдос ағай, Мұрат ағай, Өсіп апай, мен барлығыңыздың айтымды айтқым келеді мен. Барлықтарыңызды жақсы көремін, алғысымыз шексіз. Нұрбол, соның ішінде сізге.